Запись кетіп жатыр ма? Кетіп жатыр. Мынау Ринат деген жігіт тайымды үйретем дейді. Ұйықтады салсам. Оны істейміз, байлаймыз ба басын? Сағат айнаттым. Я. Нормально ма? Өле қалды ма кішкене? Босатайын ба? Босатшы. Я, бисмилля. Аллахым ісімді оңдай көр, я мұна қамшын ететіндей вариант болар ма екен? Қамшылайтындай, қамшыламай-ақ былай жүрге. Өдір. Соны айтам. Бұл қамшы сенде осы. Тұр. Ой, маңызбейтін, қоқтық маңызбейтін, маңызбейтін. Да? Солай ма? Тұр. 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 Қолың ашты шығар. Әлде шығар. Шығарып алайын ба солай? Бисмилля. Я бисмилля. Осындай болады, өміріңді алғаш рет бір сет мінсең. Аяқ тықасын жетіп тұр ғой. Не істеп тұр ғой? Аяқ тықасын жетіп тұр. Жайлап жетік дейі. Басын босаттайын ба? Басы өте босатта, бұғы жібермейді. Иә. Жетекте. Құлағына түсесеңіз басып қатшы. Ху-ху, май, бұтта талып кетті ғой мен. Ху-ху.
жер болдым, прикинь. Құттай сәткен ма, тек 30 күн өзі. Әңгіме жүрді ма? Тартып отырсам жайлап қалады екен ғой. Өзі өте басқа қатқасы. Сосын айтам, тізгіннің мына ауыздығын бір жағына жүріп кетіп, соны жеп алу керек. Ада бір жағына басқа жетер. Мына тізгіннің, міне жақ тізгінің бар ғой. Иә. Соны Қытай тартшы. Тізгін осы емес пе? Тізгіннің оң жағына, мінесін жағын. Соны тартып. Былай қарай ма? Тоқта, асықпа, тұр. Бисмилlah. Dur. Босатсам тек. О, міне. Қазір келді ма кішкене? Қазір келді ма? Сол жағын, мін жағын ба? Мінер жағын? Все, тартып тұрмын ғой. Екі жағында мін қатар тартып тұрмын. Ал дұрыстап жүр онда жайлы. Иә, мына не үлкен ғой дейсің ғой да? Иә. Шама ма? Шама. Иә. Осылай сол дечу. Dur. Жайлап жүре бер. Қабақ басына қарай кеттік жайлап, жүрек бәрі айналып. Еле осы жерде жүрші, кең даланы көріп шауып кетер ем айды. Қамшыны алып бересің бе? Жоқ, қамшы қажет емес маған, братан. Маған қамшы қажет емес. Бұл ондай істемейді. Жоқ, қамшыны өзім жинап ашыным. Қамшы келіп өтсе бір-екі сол жүрмейін бе дала деді. Жоқ. Қасқа ема бас үйретуді де білмейміз ғой да. Үстіп білім жүргенде де. Бұны, Қытайдан кейін уже еркін сейсі ғой. Олардың тақымдаған жатады ғой. Інім жүгіртпе. Жүгіртпе. Тек просто жайла жүр, соның өзі жарайды, мен түсіп қалайын деп жатырмын, әйтпесе. Сөйлезін айтам, бір не ұстай алмай қалсам. Басты жасатырын кетіп қалама деп едім. Қайта басын тарттыр ғой, жоқ қойсаң айдап жүрсің ғой. Алдынан тарттырған. Бұлай ризасын ба маған інім? Мен жоқ, өз-өзіме риза болып кетім. Міне жігіттер. Өткенде видео салдым ғой бір рет. Мінгенімді, мынау екінші рет мінуім. Баға беріп қойыңыздар. Тақым дейтін тема жоқ, өмірімде атқа бірінші рет, екінші рет отырып атырған адаммын. Осыған дейін бір ешек аттарға мініп жүрдік, енді олар ешек действительно. Ешқандай не жоқ. Ал мынау енді, хотя тай болғанның өзінде де бірақ енді ешқандай жүген көрмеген, арқасына ер тимеген, тай. Енді атасы мал ғой, не қалды, сүрінді ма? Айыл қыспаған. Айыл қыспаған, дұрыс айтасың інім, осындай болып жатыр. Каналға жазылып, лайк басып, пікір қалдырып кетіңіздер, Абылай дейтін інім. Аяғына бана ішердерін, сауын салып, жақсылап ерттеп, өз басы қасында. Бұл жігітте өз сол бір қазақ рухы бар жігіт, сразу тек асау дегенде, осы 2-3 күннен бері мазамды алып, не WhatsApp-қа шығады, телефонға шығады, нағыламыз рәке деген темамен. Осындай тема болды. Ой, жарық дүние. Аттың үстінде әлем бір бөлек көрінеді екен ғой, өте өзгеше көрінеді екен. Жанында бабаларым келатқандай болып сезініп жатырмын. Аттың үстінде Махамбет пен Исатай бабама батырлар. Ой, дүние. Так, міне біздің ауыл осы. Тұр.
dur, 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 ондайға тасташтар кету керек қой. кетіп мына қабақ басына қарай жүр, сай басына қарай. Ой, жарық дүние, інім жүгіртпе етек түсіп қала. Бұт дейтін тауып қалды ғой, прикинь. Құлаған төбені аяқты қолында қаған болдым. Құлаған төбені басақ қалатта тұшқыма қасып. Құлағынан бұрап. Мынау біздің үлкен сай. Заманында осы жерлердің бәріне дейін су келген. Сайымыз осы. Иә. Атқа мінген кезінде мен өз басым таққа мінген адамды менсімеймін деп. Қазақтың рухы. Кім айтқан дейсің? Бегар Шойбек. Бегар Шойбеков пе? Атқа мінген адам... Таққа мінген адамды менсімеймін деген екен. Айтқандай, атқа тақымы тиген адамның рухы көтеріледі деп. Рух биік болсын. Иә. Сөзімді өлейін, өткенде бір жарты сағат міндім. Содан рухтанып қалдым ғой, ә? Інім, әуеге. Кішті, кішкене айналып жүрсек, қоттай нете ма, андыны. Түсіп мінейін ба қайттан? Постоянно жетектеп жүреді екен дейсің. Тұр. Татыр өзі атып кетпесін. Мен ұстайын. Түсініп тұрмын. Тұр. Оны бұлай ұстасаң түсіп алмайын ба не? Сүртпей ма? Мұны қазір нетпейсің, тулап құлағын ұстатпайын деп. Сен қазір неткенде теуіп қалмасын деп тұрма. Сен бұнаған қарай тартасың та басын басқа. Қалай ма тақалып тұрып бір түсі. Өткенде құладым, бір түсем деп. Жоқ, оны тіреме, жайдап түсі ғой. Қолын жіберде жайдап. Салға басып қой. Атқа түскен кезде артына жақын емес, алдына жақын түсесің. Тұр. Артпен теуіп жүріп кетесің. Алдына қарай нетіп па кішкене. Алдына қарай жүресің. Ал жігіттер осылай. Ой, жарық дүние-ай. Кәм мінем қайды. Ал осындай жігіттер. Қалай әлеуке комментировать етші. Керемет. Айбол дейтін жием братан бірге өскен 85-ші жылғы 3 жас үлкені бар. Бірақ енді заманымыз бір көшеде бала күннен бері бірге өскен. Керемет. Ат болсын. Рахмет өге сауаш. Шешімасын бана. Шешімасын абылай дейтінім. Бана бірақ шешіп кетті, көрді ғой. Дүше рахмет інім сауаш так. 95 сан абылай, 94 сан. 5-6 жас кішілі. Інім, заманымыз бір салада қызметтеміз. Осы елде осындай тема, короче. Жеги бір көше, я. Жайлап қой, анда жерден тұрғанда жайлап тулаған сияқты болады, я? Үстінде әжептәуір білінеді, да? Кәдімгідей адреналин дейм. Ал осындай достар. Жоқ. Мамадан атып кетсе мен ұстай алмай қалуым мүмкін. Бағыттасам басып тұрам, аты өзім қала келіп та. Көп ұстамаймын, себебін қап кетім екен. Ұстамаймын? Көп ұстамаймын. Мінгесін асырап ыңғайларын отырып. Хорош, ай, красавчик. Ол постоянно
басында менің қол астымдағы. Сен кетіп қалмасын. Жоқ, болды. Сізге тұрмамайды ғой рәке. Жоқ, манағыдай бір оңбаған болып шыға кетіп отырмыз. Абылайдың жақсы әңгімелері бар. Абылай серьезно жібейші, келсін салам бәрі ютубқа. Бір сондай әңгімелерді басында өткен оқиғаларды айтшы, әуеке сөз. Түрі болады. Серьезно, басында манағыдай бала күнде мінгені ма? Сен енді мал көрген адамсың, біздер енді. Мына Қытайдан кейін өзің жүргізуге болады дейсіз ұста. Жоқ. Мана бар ғой, жіпті мына қолыңа қыстырасың да, қалған салғырат жібересің көтенінде. Бір-екі сулайды да соқ қояды. Өткенде азамат анжақтан солай нетті. Солай ғой, өзі ана шылбыр сүйреткен бар ғой, ана үстіне тиюгенде нетсеген кезде ана жуасуына жақсы болады. Шылбырдан үркейді деп па, бір жағына қарай айнала береді дейді. Сол шылбырдан басында үркейді, артынан үркейтін болады. Ана артынан мысалға шідер салғанда тағы бірден істеген кезде жаңағы үркпеске жақсы болады шылбыр сүйреткен. Ай, молодец, красавчик, Қаған деген аты жарасып тұр ма? Бара ма? Барады ғой енді. Қоңыр тірлік кешкен қоңыр қазаққа сондай бір тарих. Қаған деген есім жарасады ғой. Тем более өзі де бұлайға цветпен айтқанда торы, кер торы болғанмен бұлай. Үйреніп қалсын. Баса бер. Айда, анандай істейді ғой. Ұтқытып қайтадан аяқта тығыз жіберді, алға қарай атқыз жібер. Басын ұстап қатсаң ғой, түспейсің ғой. Темінік қой арасындағы. Пока нормально отырсың, тәуір. Құлақтай берсең де құлаға орғасы бір жақындатпайды басына. Мінеді ғой міне. Нормально сияқты. Жақындап ұстап тұрсаң. Сол дұрыс бола ма әлде? Не сол дұрыс бола ма? Сен өзің білмейсің ай. Тебе виднее. Я бисмилля. Аяғымның ұшын салайын тек. Менің қолымда да ауызып тұрып, қайда барасың? Негізі бұнда да қалмар кендіріппен мінеді ғой. Асауды ма? Негізі көп ауызын қыртады, кетпейді, алып тәкті қалмар кендіріппен мінген жақсы. Қалмай тарқып тұрған кезде сен ауыз ұстап тұрған жақсы боласың да. Қалмақ еріндік дейді. Кетеді. Ол өзі жаңа аяғын тиді ғой. Анда құлағынан баса берсең де қызық болмайды, өзі бас аса болып кетеді, жүгін кигіздірмейді ертең бәле болады. Кетті өзі. Азап істеген кезде істеме, бұрып отыр. Сарына тигенде жаңағыдай азап артып болуы мүмкін. Қатты не істемейді одан да. Аяғына жіп тиіп жүр ғой ол жаңадан бері. Жоқ, ештеңе істемейді, аяғын тиіп жатыр жіп. Мына жаққа тыстайсың мені, есіңде болсын жалпы. Осы жаққа тыстайсың. Мен жайлап өзің түс, қолың тоқтанам. Қолың тоқтаған шамалы түсіп кетті, қазір саған қолың тоқтап тұрған жоқ қой. Аяғымды көтере алмай қалдым ғой көше. Менің қалғандығына. Ай малай. Риск міне ол көп па? Болды. Нормально. Как қозғалған жоқ. Жүрген не қалап жүрейін. Ұшынан тұрайық, ұшынан. Аяқ қалмайды. Мінсең болды ғой, тек өзің түс қалмайтын не болды. Бас. Ол болды, рәке ол. Сөйтті. Бүгін көп мінілген жоқ қой, просто ана сен ана жеткенде бір келгенде, енді ақтер өткері шығып, сұлбарай қайтып кетеді.